мен енді өз басым ойлаймын, ата ене келінді өз баласындай қарау керек. Себебі ол да біреудің тәрбиелеп, мәпелеп өсірген баласы, әркім де өз баласын құрметтейді ғой. Сондай ата ене жағынан жаңағы қиындық туғанды қаламаймын. Себебі қазір кезде кейде болып жатады, ата енесі, жолдасы жағынан қорлау, жаңа түскен келін, ол да біреудің баласы, біреудің отбасына келді. Ол келінді басқа ортада тәрбиелеу, яғни келген жерінде тәрбиелеу, оған сол ортаға үйренуге мүмкіндік беру керек, әр уақытта қолдап отыру керек деп ойлаймын. Білмеген әр ене өзінің қызындай көріп, білмеген жеріне көмек беріп, қолпаштап, әрбір ісіне жақсы баға беріп отыру керек. Қазіргі 21 ғасырда мен ондай келінді жаңағы төмен санап, оған қорлық көрсетіп, немесе жолдасы күйеу жағынан ондай қорлық көрсеткенді қаламаймын. Ол деген меніңше ол дұрыс емес. Ондай жағдайлар болмау керек. Сыйластық болу керек деп ойлаймын.